Баршаңызға қайырлы күн көрермен, сіздермен Салтанат. Бүгін үлпілдек және де хрустящий болып шығатын самсаның рецептісі және де жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер қызық болатын болса, видеоның соңына дейін қарап, сізде осылай жасап көріңіз. Ең алдымен бізге фарш қажет болады. Картоп, жуа және де менде бүгін дайын қамыр, зира и перец қосатын боламыз. Ең алдымен жуамызды ұсақтап турап аламыз. Жуамызды фаршымызға қосып, енді картопымызды ұсақтап турайтын боламыз. Ендігі кезек тұзымызда, бұрышымызда және зирамызды қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Зира өз қалауларыңызша, сіздер қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады, бірақ зира қосылған самсаның дәмі өте ерекше болады. Міне біздің фаршымыз дайын. Енді қамырымызға кірісетін боламыз. Осындай дайын қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп жаятын боламыз. Қолымыздың көмегімен осындай домалақ пішінге келтіріп, енді оқтаудың көмегімен үлкен болғанға дейін жаямыз. Так, қалыңдығы примерно 1 сантиметрдей болғанға дейін жаямыз. Осылай жұқалатып жайып алғаннан кейін, арнайы дөңгелек ыдыстың көмегімен кішкентай дөңгелекшелерді қырқып аламыз. Міне осындай көлемде болуы қажет. Осындай бір бөлігінен кемінде 20-25 самса шығатын болады. Содан кейін дайын болған кішкене дөңгелекше қамырларымызды осылай қатарынан тізіп шығып, ішіне салмасын саламыз. Сіздер салмасына кез келген нәрсені қолдансаңыздар болады. Қазіргі таңда қыстың күні тыквамен жасасаңыздар да болады. Менде бүгін жылқының еті, картоп, пияз. Осылай түйіп аламыз. Бұл самсалардың ерекшелігі барлығы бірдей көлемде шығады. Содан кейін үстіне тек қана жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Ағын араластырмаймыз. Байқасаңыздар, барлық самсаның көлемі бірдей. Дастарханға қойғанда да өте әдемі көрінеді. Содан кейін осындай дайын болған самсаларымызды печкаға 200-250 градусқа қойып, 15-20 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. 15-20 минуттан кейін осындай әп-әдемі, жұп-жұмсақ, қытырлақ болып шығатын самсаларымыз дайын болады. Егер рецепт ұнаған болса, сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Соңына дейін қарап ұнаған болатын болса, тіркеліп кетіңіз.